Сәлеметсіздер ме балалар? Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз жануарлардағы тура және түрленіп даму онтогенез типтері. Балалар, біз бұл тақырыпты бастамас бұрын өткен сабақты еске түсіріп кетейік. Онтогенез деп отырғанымыз балалар, ағзаның жеке дамуын айтамыз. Онтогенездің өзі екі кезеңнен тұрады, ол эмбриондық кезең және постэмбриондық кезең. Эмбриондық кезеңді білеміз, бластула, гаструла, нейрула кезеңдерінен тұрады, ал постэмбриондық деп отырғанымыз ол жұмыртқаны жарып шыққаннан кейінгі кезең. Жануарлардағы онтогенез балалар екі типке бөлінеді: тура және жанама даму. Тура даму деп отырғанымыз балалар эмбриогенез аяқталған ағза ересек жануарға ұқсас болып келеді, бірақ дене құрылысы жағынан кішілеу болып келеді, және де жыныс мүшелері дамымаған болып келеді. Сырттай қарағанда ересек ағзаға ұқсас болады. Тура даму қосмекенділерден басқа барлық омыртқалы жануарларға тән. Көп жасушалы жануарлардан насекомдарға, құрсақ аяқтыларға, бас аяқты ұлуларға, өзен шаяндарына және де барлық өрмекші тәріздерге тән. Тура емес дамуда постэмбриогенезге өткен жануар ересек ағзадан ерекшеленеді. Олардың тек қана сырттай көрінісі, дене құрылысы жағынан ғана емес, басқа да мүшелерінің құрылысы және атқаратын қызметтері әртүрлі болады. Олар басқа ортада тіршілік етіп, ересек туысына қарағанда басқа қорекпен қоректенеді. Тура емес даму көптеген паразит құрттарға тән. Олардың дернәсілдері әртүрлі ағза денесінде болуы мүмкін. Мысалы, бауыр сорғыштың дернәсілі бастапқыда тоспа ұлуының денесінде болатын болса, ал ересек бауыр сорғыш құрт сиырдың бауырында тіршілік етеді. Балалар, суретте көріп тұрғанымыздай, ересек бауыр сорғыш сиырдың бауырында тіршілік етеді, одан кейін жұмыртқасы, одан кейін ұлу денесіндегі, тоспа ұлу денесіндегі дернәсіл, одан кейін барып ол дернәсіл циста күйінде шөпке бекінеді да, сол шөппен сиыр қоректенгенде сол дернәсіл қайттан сиырдың бауырына келіп мекендейді. Балалар, енді жәндіктердің даму типтері бойынша екі топқа бөлеміз. Олар толық түрленіп даму, толық түрленіп дамуды балалар толық метаморфоз деп атаймыз. Екінші шала түрленіп даму. Шала түрленіп дамуды басқаша толық емес метаморфоз деп атаймыз. Балалар, метаморфоз дегеніміз грек тілінен аударғанда түрлену деген мағынаны білдіреді. Енді толық түрленетін жәндіктерге қандай жәндіктер жатады? Соған тоқталып кетейік. Олар қоңыздар, көбелектер, аралар, шыбындар, және масалар. Ал шала түрленіп дамитын жәндіктерге оларға жататындар биттер, тарақандар, дәуіттер, және шегірткелер. Міне осы аталған жәндіктер балалар шала түрленіп дамитын жәндіктерге жатады. Шала түрленіп даму тура даму сатысына ұқсайды.
Шала түрленіп даму 3 даму сатысынан тұрады. Олар жұмыртқа, дернәсіл, және имага. Имага дегеніміз балар ересек жәндік. Шала түрленіп дамуда жұмыртқадан шыққан жәндік ересек ағзаға ұқсас болып келеді. Бірақ олардың мұртшалары, қанаттары дұрыс дамымаған болады. Және де жыныстық мүшелері қалыптаспаған болып келеді. Толық түрленіп даму, тура емес даму кезінде жұмыртқадан жарып шыққан дернәсіл ересек жәндікке ұқсамайды. Мысалы, жұлдыз құрттар көбелекке ұқсамайды. Ал басы, көзі жоқ шыбындардың дернәсілдері көбіне құртқа ұқсас болып келеді. Ал басы және көзі жоқ шыбынның дернәсілі көбіне осы құрттарға ұқсас болып келеді. Ересек жәндікке айналу үшін бұл дернәсіл тыныштық сатысына, яғни қуыршақ күйіне өту керек. Жануар қуыршақ сатысына өткен кезде қозғалмайды, қоректенбейді, және ол кезде барлық мүшелері толық қалыптасады. Одан басқа дене құрылысы жағынан да ұлғаяды. Осылай толық түрленіп дамитын жәндіктің дамуы 4 сатыдан тұрады. Олар жұмыртқа, дернәсіл, қуыршақ, және имага. Имага деп отырамыз олар ересек жәндік. Ал енді балалар, толық түрленіп даму бір түрдің ересек және жас таралар арасындағы қорекке бәсекелестікті азайтады. Сонымен балалар, біз бүгінгі сабақта жануарлардағы онтогенездің 2 даму типін ажыраттық. Олар тура және түрленіп даму. Одан кейін жәндіктердің даму типтері бойынша 2-ге бөлетінін білдік. Толық түрленіп даму, оны толық метаморфоз дейді. Оған жататындары қоңыздар, көбелек, ара, шыбын, масалар. Осы жәндіктер бізде толық түрленіп дамитын жәндіктер. Олардың даму сатысы 4 сатыдан тұрады. Жұмыртқа, дернәсіл, қуыршақ және ең соңғысы имага. Имаганы біз балар ересек жәндік дейміз. Енді екінші түрі ол шала түрленіп даму. Шала түрленіп дамуды толық емес метаморфоз деп атаймыз. Осы кезде айтып өтетін жайт балалар, метаморфоз деп отырғанымыз ағзалардың құрылысының толық түбегейлі өзгеруін айтамыз. Енді шала түрленіп дамитын жәндіктерге қандай жәндіктер жатады екен? Оларға биттер, тарақандар, дәуіттер және шегірткелер жатады екен. Олардың даму сатысы 3 сатыдан тұрады. Жұмыртқа, дернәсіл және имага. Имага ересек жәндік. Сонымен балалар, біз бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.